салт дәстүрлерimiz бар. Өзімізге тән ұлттық әдет-ғұрыптарымыз бар. Қазақи нақыштағы арнайы тігілген киімдеріміз бар. Сонымен қатар ұлттық ойындарымыз бар. Біздер ұлттық ойындарымызды наурыз тойларда және де атсың күнінде тойланатын амал мерекесі кездерінде және де біздер іс-әрекет балабақшада іс-әрекет кезінде ойнайтын ойындарымыз бар. Ұлттық ойындар. Осы ұлттық ойындарымыздың бірі Ханталапай ойыны. Ханталапай ойыны асықтармен ойналынады. Асықтың жартысының әр түрі бар. Мысалы, алшы, тәйке, бүк, шек болып бөлінеді екен. Біздің қазақта балалар асығың алшысынан түссін деген өте бір керемет сөз бар. Асықтың алшысынан түсуін жеңіске бағалайды екен. Балалар, енді ойынның шарты бойынша мен ортаға асықты шашамын. Алдымызға түскен асықтарды барлығымыз жинап аламыз. Түсіндік па? Талапай, талапай, басталды ойын. Алақа. Жинадық па балалар? Енді санап бастаймыз. Әмірханнан бастаймыз. 23 асық жинаттық. Ой, жарайсың Әмірхан. Сендерге айттым. Хан асығы кімге түссе, ойынды сол бала бастайды. Хан асығы кімде екен балалар? Алла Разыбекте екен. Ой, жарайсың Алла Разыбек. Алған асығымыздан бір сақа дайындап аламыз асықты ату үшін. Бір сақадан алынып қолдарыңызға. Біздің асықтарымыз тізіліп қойылды. Енді қолымызда барлығымыздың сақа асықтарымыз бар. Қазір ойында бірінші болып Алла Разыбек бастайды. Себебі Алла Разыбекте хан асығы түсті. 2, 3. Ой, жарайсың Алла Разыбек. Бір асықты алды. Өзінің қанжығасына байлады. Қане, құлатқан асығыңды алып, қоржыныңа сала қой. Тағы да ойын жалғастырамыз Алла Разыбек. Жарайсың Алла Разыбек. Қане Алла Разыбек. Мен саған қазір сұрақ қоямын. Ойынның шарты бойынша тегізбеген балаға сұрақ қоямыз. Егер де сен менің сұрағыма дұрыс жауап берсең, ойынды ары қарай жалғастырасың. Тыңдаймыз сұрағыңызды. Алла Разыбек, бізде қандай қазақтың ұлттық аспабы бар? Домбыра. Алла Разыбек, өте жақсы ойнадың. Қанжығаңа 2 асық байладың. Сұрақтарға өте жақсы жауап бердің. Қане орныңа кезекті басқа балаларға келе қой Ерлан. Балалар, бұл ойында жаңа сіздерге айттым, ептілік, шапшаңдық, мергендік керек. Қане жақсылап дәлдеп атамыз. Қараймыз асыққа жақсылап. Ой, жарайсың Ерлан. Біреуін тегізді. Қане қоржынымызға саламыз. Келесі ойынды жалғастырамыз. Қане. Ой, жарайсың Ерлан. Қане балалар, достарымызды қолпаштап тұрамыз, жарайсың деп. Келесі кезекте Әмірхан. Әмірханның қане бергендігін көрейік. Қане атамыз. Ой, Әмірхан, кемсалмай қалды балаларда. Енді Әмірханға сұрақ қоямыз. Әмірхан, сен білесің бе, біздің қазақ халқының ұлттық бас киімдері қандай екен? Сәукеле, бөрік, осылар жатады екен. Ал балалар, кәне, не балалар, бүгін біз қандай ойын ойнадық? Ханталапай ойнадық. Бұл Ханталапай ойыны біздің ұлттық ойындарымыздың бірі екен. Барлығымызда ойынға өте тамаша қатыстық. Мергендікке, ептілікке баулитын бұл ойында біздер шапшаң болуымыз керек, епті болуымыз керек, мерген болуымыз керек екен. Түсіндік па балалар? Ойын сендерге ұнады ма балалар? Міне балалар, бұл ойынымыз Ханталап ойыны сендерді мергендікке, шапшаңдыққа тәрбиеледі. Барлығымызға көп рахмет. Ойынымыз өте тамаша болды балалар.